Баршаңызға сәлем, біздің құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Толғанбай Рахман және біздің топ. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз және біздің сұхбатымыздың өтетін аясы бұл Ермұхан Бекмаханов туралы. Және ол туралы біз осы тарих ғылымдарының кәсіби маманынан сұрасақ па деген ойымыз бар еді. Ағай, өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Құлдарбек Нұржан Жанзағұлова, тарих ғылымдарының магистрі боламын. Бүгінгі тақырып Ермұхан Бекмахановтың қоғамдағы өмірі, қызметі, саяси қызмет туралы сөз қозғаймыз. Жақсы, онда бастайық. Көп созбай сұрақтарды басайық. Жалпы ағай, ең бірінші сізге қоятын сұрағымыз, жалпы Ермұхан Бекмахановтың ғылыми қызметі кеңестік тарихнамада қандай рөл атқарды? Бұл кісі кеңестік идеологияда менің ойымша толық өз рөлін таба алмады. Ал бірақ тәуелсіз Қазақстан, яғни Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін өз рөлін таба бастады. Себебі жаңа айтып отқан негізгі мәселеге келетін болсақ, ол кісінің шыққан 1946 жылы Мәскеу университетінде докторлық диссертациясын қорғау монографиясы, яғни 19 ғасырдың 20-40 жылдарда Қазақстан деген еңбегі бойынша докторлық диссертациясын қорғаған болатын. Сол кездегі орын алған жайттарды барлығымыз білеміз. Оның арты буржуазияшыл, ұлтшыл деген айыппен қуғындалған болатын. Енді сол кісінің негізгі саяси рөліне баға беретін болсақ, кеңестік идеология бойынша ол кісі қуғындауға түсті. Себебі осының алдында тағы бір сұрақ қойып кетейік. Осы Ермұхан Бекмахановтың Қазақстанның 19 ғасырдағы 20-40 жылдардағы Қазақ ССР деген өзінің ғылыми еңбегі бар. Ол мысалы осы ортада қандай жаңалық пен даулы пікір тудырғаны туралы осыны айтып кетсеңіз. Жалпы бұл еңбек қанша оқысаң да жалықтырмайтын еңбек. Себебі бұл жерде негізгі мәселе енді ол кісінің Ермұхан атамыздың да негіз шыққан тегі төре руынан Кенесары бабасы, яғни ол бүкіл қазақтың атасы және де өзінің тікелей атасы есептелінеді. Сол кездегі маңызды мәселе Кенесары Қасымовтың көтерілісін баяндау болып саналады бұл кітап. Бұл кітаптың енді шыққан кезде, жаңа айтқанымызда 1947 жылы Алматы қаласында орыс тілінде баспадан басылып шыққан болатын. Сол кезде өте үлкен дау туындаған болатын бұл монографияның төңірегінде. Себебі бұл кітапта негізінен кеңестік идеология бойынша Кенесары бұл ақсүйек топтарды ертіп, қазақтардың орыстарға қарсы көтеріліске шыққан адам болып айтылу керек еді. Бірақ Ермұхан Бекмахановтың сыни талдауы, критикалық ойлауы, сол кездегі өзінің тарих ғылымдарының доктор екенін көрсете білді. Себебі сол кездегі жазылған нақты дәлелдемелер, мысалдар, сол кездегі әлеуметтік топтарды баса айта кетуі әлі күнге дейін тарих ғылымында, Қазақстан тарихшыларында әлі күнге дейін сол ішіндегі мәліметтер қолданылады. Және де сол кезден бастап мынау бәріміз білетін Қазақстан тарихы деген кітаптың ішінде негізгі рөл атқаратын осы Кенесары тақырыбы толығымен Ермұхан Бекмаханов атамыздың, яғни тарихшымыздың берілген мәліметтері бойынша жазылған. Бұл жердегі дау Кенесарыны батыр қылып көрсетті. Яғни былай айтатын болсақ, идеологияға сәйкес келмейтін кітап болғаннан кейін барлығымыз білеміз, ол кісі қатты қуғындауға түскен болатын. Тіпті 4 рет талқылауға түсіп, 4-еуінде де ол кісіге қатты үлкен сыни пікірлер, тіпті мынау кеңестік деп барлық одақтық елдерді айтпай-ақ, осы Қазақстанның ішінде Алматы қаласының өзінде де үлкен дау туындап, тіпті қазақ тарихшыларының өздері Ермұхан Бекмахановқа сыни көзқарастарын қатты білдірген болды. Жалпы осы тұста тағы бір сұрақ туындап тұр. Яғни бізге бағана айтып кеткенде 46 жылы өзінің диссертациясын бұл жарыққа шығарды ғой. Осы кезде оның 1952 жылы оған қарсы сот үкімі болған болатын. Бірақ оның 1954 жылы мынау ақталу кезеңі туралы айтып кетсеңіз. Жалпы 46 жылы кітап шықты, 47 жылдан бастап сыни пікірлер жазыла бастады. Сөйтіп көптеген тарихшылар, қазақстандық тарихшылар қарсы шықты. Бұл жерде негізгі тағылған айып, жаңа айтқандай, буржуазиялық ұлтшыл алашшылдардың негізін қолдайтын, кезінде орта ғасырда қалып қойған феодалдық қозғалыстарды қолдайтын Кенесарыны айдаспанға шығарып көтерді, тіпті оның бабасы екен деп толығымен зерттеп Бекмахановты қуғындауға ұшыратқан болатын. 52 жылы сот процесі осы Алматы қаласында болған. Алматы қаласында сот процесі болып, яғни ол кезде бәріміз білеміз, кеңестік идеология ұрып тұрған кез, мынау Сталиннің тірі кезі. Сол кезде бұл кісі 25 жылға сотталады.
Сөйтіп 53 жылы наурыз айында Сталин қайтыс болып, барлығымыз білеміз, тарихта Хрущев келеді, Никита Хрущев. Хрущев келген кезде Хрущев жылымығы деген нәрсе болады. Сол Хрущев жылымығы болған кезде аса былай асы сызып тұрып айтып келетін тұлға ол Анна Панкратова. Яғни Бекмахановтың досы, тарихшы, кезінде ол кісі де өзі 40-шы жылдары қуғындаумен Қазақстанға келген Анна Панкратова тіпті Хрущевтың кабинетіне кіріп отырып, осы Ермұхан Бекмахановтың еңбегін қайта талдауды іске асырып, 54-ші жылы, яғни 1,5 жылға жуық уақыт бойы бұл кісі ГУЛАГ лагерінде азаптауда жүреді. Тіпті 52-ші жылы бұл кісіні басында қуғындамастан бұрын тарих ғылымдарының докторы болып тұрған кісіні, яғни қазіргі Қазақ ұлттық университетінде тарих институтының деканы болып, директор болып тұрған жерінен Нарынқолдағы қарапайым орта мектепке мұғалім қылып жібереді. Одан кейін Жамбыл облысына қарапайым мектеп мұғалімі қылып жібереді. Одан кейін оның артынан қуып жүріп, қайтадан ол кісіні ұстап, тұтқындап, 1,5 жыл өмірін ГУЛАГта өткізеді. Ол кісінің өзінің осы ГУЛАГта өткізген өмірі туралы өзінің де естелігі бар. Естелігінде айтады, бұл кездегі 1,5 жылдық түрмедегі өмірімді жыламай айтпауға болмайды. Яғни өте қатты азапталған. 54-ші жылы ол кісі 25 жылға сотталғаннан ақталып шығады. Осы ақталуын Анна Панкратова және тағы да бастаған бір топ ақтап шығады. Сөйтіп ол кісілердің ақтауымен Ақай Нүсіпбеков бар, тіпті Бауыржан Момышұлының өзі кеңес үкіметінің, яғни Ұлы Отан соғыстан кейін келген Бауыржан Момышұлының өзі осы Ермұхан Бекмахановты қолдап мақала жазады. Сөйтіп барлығы қолдай отырып, ол кісі түрмеден босап шығып, келіп, одан да үлкен еңбектерін жазады. Сондай еңбектерінің бірі міне Қазақ СССР-ның тарихы деген еңбек. Яғни осы кезге дейін, соғысқа дейін бізде мүлдем Қазақ СССР тарихы деген, жалпы Қазақстан тарихы туралы еңбек жазылмаған деді. Жазылды, мысалға 1933 жылы Санжар Асфендияровтың кітабы. Бәріміз білеміз, ол кісі де 37-ші жылы, 38-ші жылдарға репрессияның құрбаны болып кеткеннен кейін қазақ тарихына қатысты мүлдем ешқандай кітаптар жарияланбаған. Сол соғыстан кейін Қазақ СССР тарихын зерттеуде негізгі рөл атқарған редактор болған Ермұхан Бекмаханов деп айта аламыз. Өте керемет. Енді ағай, келесі тағы бір сұрақ. Қалай ойлайсыз? Егер Бекмахановтың еңбектері сол дәуірде қысымға ұшырамаған кезде қазақ тарихын зерттеу қандай бағытта дамуы мүмкін еді? Енді жаңа айтып кеткеніміздей, Бекмахановтың зерттеуі сол кездегі бүкіл КСРО тарих ғылымындағы бір ерекше жаңа көзқарасқа бет бұра бастаған кезде. Себебі әлеуметтік тап теңсіздігімен күрес тақырыбында ғана емес, социалистік реализм бағытында ғана емес, жаңашыл көзқарасқа, жаңа бағытта зерттеуге негізделген шығармалардың монографиясының бірі. Бекмахановтың егер кітабы бұл қуғындауға ұшырамай, осы сияқты талдаулар көбейетін болса, негізінен қазақ КСР тарихын бұрмалау, жалпы қазақ тарихын бұрмалау басқаша сипат алады. Яғни тарихты дұрысынан жазу, қалай айтса болады. Тарихты сол кездегі кеңестік идеологиямен жазылмаса, ол қазіргі заманның тарихына да, қазіргі жазылып жүрген тарихшылардың еңбектеріне де көп әсер етеді. Себебі қазіргі жазылып жатқан көптеген тарихи еңбектердің де негізгі сілтемелері осы кеңестік заманда зерттелген, жазылған шығармаларға негізделеді. Егер де Бекмахановтың еңбегі қуғындауға ұшырамай, одан да басқа Бекмаханов өзінің еңбектерін жариялайтын болса, мынау 19-шы ғасыр, 18-ші ғасырдағы сол кездегі ең маңызды тақырыптардың бірі Қазақстанның Ресейге қосылуы деген тақырыптың ішіндегі негізгі бөлімшелер өзгеруі мүмкін еді. Яғни жаңаша көзқарас, жаңа бағытпен, мысалға айтатын болсақ, Батыс Еуропадағы тарихшылардың көзқарасы басқаша болса, сол кездегі кеңестік идеология басқаша болды. Егер де біз Батыс Еуропалық жазушылардың көзқарасымен қарайтын болсақ, бұл күрес басқаша баяндалатын еді. Бірақ сонда да Бекмахановтың еңбегі сол кездегі бір үлкен жаңашылдықта келген, қалай айтсақ болады, қазақтардың қазақ тарихына деген көзқарасын өзгерте білген шығармалардың бірі бұл. Бұл монографияның өзі жалпы қуғын сүргеннен кейін, жаңа айттым, Анна Панкратованың бастауымен Хрущевқа кіргеннен кейін қайтадан мектеп баспаларына жазылып шықты. Бұл кітап тіпті 70-ші жылдарға дейін 16 рет өзгертіліп жазылған. Соңғы нұсқасында, сізге бір мысал келтірейін, соңғы нұсқасында былай жазылған: қазақтардың Ресейге қосылуын қаламаған реакцияшыл бір бұзақы ретінде көрсетілді. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс
Қазақ СССР тарихы деген кітаптың ішінде бір ғана бет болып жарияланды. Дәл осылай ғана айтылды. Егер де басқаша жазылғанда, яғни айтқандай еуропалық зерттеу негізінде жазылса, қазақ тарихы мүлдем басқаша сипатталады. Жаңа заман талабына сай. Жалпы ағай, бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе соңғы сұрағым пайда болып тұр. Жалпы қалай ойлайсыз? Бүгінгі таңда Ермұхан Бекмахановтың ғылыми мұрасы қалай бағаланып жатыр? Және ол қазіргі тарихшыларға қалай әсер етуде? Жалпы Ермұхан Бекмахановтың үлкен еңбегі, мол мұрасы бізде тәуелсіздік алғаннан кейін бірден қайта баспа беттеріне түсіп, осы Алматы қаласынан басыла бастаған. Мысалға 1992 жылдан бастап ақ Ермұхан Бекмахановтың кітаптары, яғни ең бірінші, жаңа айттық қой, ең бірінші нұсқасы, 47 жылғы нұсқасы қайтадан баспа беттеріне түсіп, қайтадан зерттеліп келе жатыр. Негізінен қазіргі заманда осы 21 ғасырдың тарихшыларының негізгі мақсаты Ермұхан Бекмахановтың жалпы зерттеулерін одан әрі қарай нығайту, оның күш салысу, ат салысу, яғни оның зерттеуінің ауқымын кеңейту. Ол кісінің бізге қалдырып кеткен, жалпы бүкіл тарихшыларға қалдырып кеткен, мынау тарихшы ретінде қалдырған қоры өте мол. Өйткені ол кісінің қалдырған деректері, ол кісінің айтқан статистикасы, ол кісінің өзінің қорытқан жалпы сыни пікірлері әлі күнге дейін мектеп баспаларында, университет қабырғаларында қозғалып келе жатыр. Ол кісінің жалпы енді тәуелсіз Қазақстанда алған бағасы оң деп ойлаймын. Себебі тарихшымын деп айтып бастаған кезде ең бірінші, яғни сөзге қосатын кісі осы Ермұхан Бекмаханов, қазақтан шыққан тұңғыш тарих ғылымдарының докторы. Тіпті мынау жалпы білеміз 20 жылға жуық уақыт бойы 1947 жылдан бастап Қазақ ұлттық университетіндегі тарих факультетін құрып, сол жаққа ол кісі өзі басшылық етіп, артына осы үлкен мол мұра қалдырды. Сол мұрасымен қазір айналысу, сол мұрасын жетілдіру, халыққа таныстыру, Кенесары Қасымұлын жақсы жағынан көрсетіп, ол кісіні батыр ретінде дәріптеу бізге қалған мұра. Және де біздің қызметіміз осы болмақ. Тамаша. Нұржан ағай, бүгін бізге келіп, өзіңіздің маңызды мәліметтермен бөлісіп сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп алғысымызды білдіреміз. Ал көз қарақты көрермен, сұхбатымыздың соңын Ахмет Байтұрсыновтың қанатты сөзімен аяқтағым келіп тұр. Халық тарихын ұмытса, болашағынан айырылады дейді. Сол үшін өз тарихымызды ұмытпай жүрейік. Аман сау болыңыздар. Сізде келсеңіз қалай? Olsun bir koşarız. Rahman, Ağay, Anayım, Cananım, Avlay, қалғандар кадр сыртында деп. Студиядан тыс жерде. Салам olsun бәрі. Olsun бәрін салам. Ана бәрін оқып шықтыңыз ба? Ойбай, бұл 6 том ба, 7 том ғой. Оқу қайда, бұның іші миың аталып өтті. Оқыдым негізі, бір қарап шолып шықтым. Чё теперь? Отыру керек асыл. Давай видеода просто как фото тұрып саламыз, ана фотоға Одан баласамыз. бек, скрин. Скрин. Стрёмный емес па? Біразын видеода. Болған шығар. Қай жерде өзім әдемі